Саған не жетпейді? Бір күні лагерге орта жастағы бір келіншек баласын ертіп келді. Баласының жасы 14-те, бойы өсіп, мұрты тебіндеп, біршама есейіп қалған екен. Шешесі бірден мәселеге көшті. Балам қатты өзгеріп барады, күннен күнге танымай барамын. Айтқан тілді алмайды, сабақ оқымайды, түнімен компьютер ойнайды, түске дейін ұйықтайды. Арсыз, ұятсыз, жауапсыз, жатып шер жалқау деп бастырмалатып бара жатыр еді. Баласы: «Мам, қойсаңшы, болды», деп саңқ ете қалды. Шешесі: «Міне, көрдіңіз бе, осылай сөз қайтарады, ерегеседі». «Мам, болды ғой енді». «Неге? Сені ешкімнен кем қылмай, жағдайыңды жасап жүрміз ғой. Маған смартфон апер дедің, әпердік. Сабаққа компьютер керек дедің, оны да әпердік. Анандай кием, мынандай кием дедің, жоқ демедік. Сол жақсылықты білдің бе? Сабағыңды оқымайсың, ештеңеге қызықпайсың. Саған не жетпейді?» Байқасаңыз, бұл сөзді жиі естіп жүрсіз. Саған не жетпейді? Ата-ана баласына, мұғалім оқушыға, үлкен кіші ерлі-зайыптылар бір-біріне саған не жетпейді деп жатады. Расымен, ата-ана өз баласының іс-әрекеті мен жүріс-тұрысын, мінез-құлқын өзге емес, өзі түсінбей қалады. Енді осы құбылысты логотерапия әдісімен талдайық. Логотерапия адам болмысын үшке бөледі. Адам соматика, тән, психика, жан, ноологика, рух сияқты үш қабаттан тұрады. Мұны ноологикалық өлшем деп айтады. Болмысты бұлай бөлмесек, адамның айуаннан артық қасиеттерін анықтай алмаймыз. Сыртқы іс-қимылына қарап, түпкі мотивацияның тәннен, жаннан не рухтан шығып жатқанын айыра алмайсың. Осы шатасуды шешу үшін Франкл мынадай геометриялық фигураларды қолданады. Үш түрлі фигураны қойып, төбесінен жарық түсіреді. Үшеуінің кескіні үш түрлі болғанымен, көлеңкелері бірдей, яғни шеңбер болып көрінеді. Сосын фигураның кескінінен хабары жоқ адамнан «Не көріп тұрсың?» деп сұрайды. Ол шеңбер дейді. «Үш фигура бірдей ме?» деп сұрайды. «Иә» деп жауап береді. Сосын жарықты төбеден емес жанынан түсіріп, «Енді не көріп тұрсың?» дейді. Цилиндр, конус, шар дейді ол. Көрдің бе? Фигура үш түрлі болғанымен, көлеңкесі шеңбер болып түсе береді. Сол сияқты, адамның да іс-әрекеті сырт көзге бірдей болып көрінуі мүмкін. Шатасу осы жерде басталады. Адамның амал-әрекетін экзистенциялық анализбен тексерсең, түп негізде олар үшке жарылып кетеді. Яғни бірі соматикадан, екіншісі психикадан, үшіншісі ноологикадан шығады дейді. Ноологикалық өлшемді оңай түсіндіру үшін мынадай мысал ұсынамыз. Үш түрлі фигураның бірдей пішінде көрінген сияқты, біздің тіршілікте бір оқиға үш түрлі негізде тарайды. Бір әйел тамақ ішпей отыр делік. Күйеуі: «Неге тамақ ішпей отырсың?» деп сұрайды. Әйелі: «Толысып кетіппін, салмақ тастау үшін диета ұстап жүрмін» дейді. Бұл тән немесе соматикалық себеп. Биологиялық дене бітімін реттеп, сымбатын сақтау үшін ашығып отыр. Енді екінші жағдайды алайық. Күйеуі үйіне келсе, әйелі тағы тамақ ішпей отырады. «Неге тамақ ішпей отырсың?» деп сұрайды. Әйелі: «Көршімен ұрсып қалып едім, тәбетім тарқап кетті. Аяқ қолым тырысып, ас батпай отыр. Ашуым тарқасын, сосын ішемін» дейді. Бұл психологиялық себеп. Яғни проблема әйелдің тәнінде емес, жанында болып жатыр. Үшінші жағдайды аламыз. Күйеуі үйіне келсе, әйелі тағы тамақ ішпей отырады. «Неге тамақ ішпей отырсың?» деп сұрайды. Әйелі: «Рамазан айы басталды. Құдайдың ризалығын тауып, рухани күш-қуат жинау үшін ораза ұстауға ниет еттім» дейді. Бұл жердегі ашығудың себебі әйелдің тәнінде, жаны да емес, рухани болмысынан шығып жатыр. Яғни адамның әр қабатының мұқтаждығы бар. Әдетте ата-ана оның алғашқы екеуін ескеріп, рухани қабатының сұранысын қаперге алмайды. Бала мінезінің қиғаш кетуі осыдан басталады. Әке мен шеше ең алдымен баланың қарнының тоқтығын, көйлегінің көктігін ойлайды. Әрине,
баланың денсаулығын қадағалау, ішіп-жемін түгендеу ата-ананың тікелей міндеті. Бірақ бұл баланың бір ғана қабатының, яғни соматикалық денесінің мұқтаждығы ғана. Адамның келесі қабаты психика. Оның да өз қалауы бар. Бала бір уақыт асыр салып ойнап, ән тыңдап, би билеп, көңіл көтергісі келеді. Ата-ана бұған да жағдай жасайды. Циркке, театрға, киноға билет алып береді. Аттракциондарға апарады, сауық кештеріне жібереді. Сөйтіп оның психикалық мұқтаждығын өтейді. Бірақ ата-ананың жиі жіберетін қателігі адамның тағы бір қабаты, яғни ноологикалық дүниесі бар екенін ескермейтіндігі. Оның да өз мұқтаждығы, өз қалауы болады. Бұл қабат адамға менің көкірегімді құндылыққа, мазмұнға толтыр, мәнге бөле деп сайрап тұрады. Бірақ бала оны сөзбен жеткізе алмайды. Жеткізбек түгілі рухани қабатының бұлқынып жатқанын, құндылық сұрап тұрғанын өзі де түсіне алмайды. Бұл балаға ғана емес, ересек адамға да қатысты. Ішіп-жем, қыз-қырқын, той-томалақ қуып жүре беретін адамның өміріндегі торығу, депрессия, мәнсіздік осы ноологикалық қабаттағы сұраныстың еленбеуінен шығады. Ал баланың бойында ол көбіне қисық мінезбен көрінеді. Әрине баланың мінезінде өзгерістердің болуына соматикалық себептер әсер етуі мүмкін. Мәселен, өтпелі кезеңде балалардың мінезі жиі бұзылады. Биологиялық тәннің дамуы мен жыныстық жетілуден болатын алуан түрлі импульстер психикаға кері әсер береді. Бірақ баланың көкірегі ерте жастан құндылыққа толтырылмаса, өтпелі кезеңдегі психикалық ауытқушылықтар анағұрлым ауыр өтеді. Өйткені оның рухани қабатына дәрумен егілмеген. Оған адамның еркі бар екені, еркіндік жауапкершілік арқалау үшін берілетіні, ар-ұят феномендері, намыстың қандай кезде қажет екені, уәдеде тұрудың нәтижесі, мейірім махаббаттың күш-қуаты қандай болатыны түсіндірілмеген. Бала ол туралы аңыз қисса, ертегі, жыр-дастан тыңдамаған. Тыңдамауына басты себеп ата-ананың мұндай құндылықтарды ескінің қалдығы, заманы өтіп кетті деп қате түсінуі.